сұрақ. Минус 4,13 және 5,5 аралығында барлық бүтін теріс сандардың қосындысын табыңыз. Осы сұрағымызда бүтін сандар дегенімізді білу керекпіз. Және теріс сандарымыз. Ол дегеніміз не? Бүтін сандар. Бүтін сандар бөлшек жоқ сандар. Мысалы, минус 2, 0, 15, 50. Осы жерге кірмейтін сандар, ол минус 2,15, ол кірмеу керек. 3,4-1, ол да кірмейді. Тек қана бүтін, бөлшек жоқ сандар. Теріс сандар дегеніміз не? Теріс сандар, ол минус таңбасы бар сандар. Минус 2, минус 3,2, минус 5,99-дан 7 дейік. Осы сандар барлығы теріс. Енді осы аралыққа кіретін барлық бүтін және теріс сандар қандай? Минус 4,3-тен және 5,5-ке дейін қандай бүтін және теріс сандар бар? Осы жерге кіретін сандар ол минус 4, минус 3, минус 2, минус 1. Осы сандарды қосу керекпіз. Минус 4 қосылған минус 3, қосылған минус 2, қосылған минус 1. Плюс минуске ол минус, минус 4, минус 3. Плюс минуске минус, минус 2, мына жақта да минус, минус 1. Егер барлық сандардың мына жақта таңбалары бірдей болса, осы таңбаны жақшаның сыртына шығарсақ болады. Және мына сандардың барлығын қоса аламыз. 4 қосу 3, қосу 2, қосу 1. Енді барлығын қосқанда шығады 10, жақта минус, сонда жауабымыз минус 10-ға тең. Жауаптарымызда минус 10 жауабы А.